Эфирде кинобизнес бағдарламасы. Алдағы 25 минутта киноиндустрияның негізгі жаңалықтарымен таныстырып, осы аптаның ең басты кинопремьералары, яғни басты рөлдерде Морган Фриман мен Джерард Батлер ойнаған «Падение ангела» боевигі мен 30-ші кинотавр фестивалінің жеңімпазы атанған «Бык» ностальгиялық драмасы туралы айтатын боламыз. Студияда Алмас Тоғай, бүгін көретіндеріңіз. Қазақстандық бокс-офисқа шолу. Человек-паук вдали от дома Sony Pictures студиясының ең жемісті жобасы атанды. Нұртас Адамбай әкім деп аталған жаңа комедиясының трейлерін ұсынды. Эбигейл жасөспірімдер стимпанк фэнтезийінің тұсаукесері. Қазақстандық Барыбачим комедиясының түсірілім алаңынан арнайы сюжет. Дайындық кезінде мен мұртымды өсіріп жүрген едім. Кейін керек болмаған соң қырып тастадым. Өткен аптада отандық прокатқа Angry Birds кино анимациялық фильмінің сиквелі мен Ангел мой психологиялық драмасы жол тартқан болатын. Осы және басқа да картиналардың Қазақстандағы бокс-офисі жайында толығырақ келесі сюжеттен білесіздер. 5-ші орында 2017 жылы шыққан хоррордың сиквелі «Синяя бездна 2». Режиссер Йоханнес Робертс көрерменді су астына кеткен көне қаланың көшелерімен сапарлатады. «Синяя бездна 2» көрсетілімнің бірінші аптасында 24 миллион теңге табыс тапты. 4-ші орын «Арыстан патша». Режиссер Джон Фавро 1994 жылы шыққан анимациялық туындыға ремейк ұсынды. Бірегей технологияның көмегімен таспаланған мультфильм көрсетілімнің 5-ші аптасында 24 миллион теңге жинап отыр. 3-ші орын «Форсаж. Хоббс и Шоу». «Форсаж» экшн франшизасының спин-оффын Джон Уик картинасының режиссері қойған. Актерлар өздері продюсерлік етіп, фильмге өз қалталарынан 200 миллион доллар шығындаған. «Хоббс и Шоу» Қазақстандағы көрсетілімнің 3-ші аптасында 30 миллион теңге табыс тапты. 2-ші орын «Однажды в Голливуде». Тың туындыны таспалаған Оскар сыйлығының 2 дүркін иегері Квентин Тарантино. Киногердің 9-ші картинасының эксклюзивті тұсаукесері 78-ші Канн кинофестивалінің аясында өткен болатын. Фильм Қазақстандағы прокаттың 2-ші аптасында 41 миллион теңге қаржы жинап отыр. 1-ші орын Angry Birds в кино 2. Sony студиясының анимациялық бөлімі жазғы кино маусымның соңында Angry Birds в кино жобасының сиквелін ұсынып отыр. Мультфильмнің негізіне смартфон қолданушылар арасында аса танымал видео ойын арқау болған. Angry Birds 2 айналымның 1-ші аптасында 80 миллион теңге жинап үздік көрсеткішке қол жеткізді. Режиссер әрі продюсер Нұртас Адамбай өзінің әкім деп айдар тағылған жаңа комедиялық фильмінің трейлерін ұсынды. Аталған туындыда киногер ауыл әкімнің образын сомдайды. Жобаның қоюшы операторы Нұртас Адамбай мен бұған дейінде бірнеше рет тер төккен Азамат Булатов болды. Я говорю, здесь большого человека Акима не видел. Так это вы меня должны были встречать? Я целый час пешком шел. Меня зовут Джамарт, ваш заместитель. А этот ваш водитель Бауыржан. Сюжет бойынша үлдемен бүлдеге оранып, тоқшылықта өмір сүруді үйренген Азамат есімді жігіт. Өз аңсаған әкімнің лауазымына қол жеткізеді. Ол енді таза бұлағатты шалғайдағы ауылда еңбек етуі тиіс. Ол жаңа қызметтегі алғашқы күндерінен ақ ауылда жеңіл болмасын ұғады. Жауапкершілікті түсінген бас шенеунік бірден білек түріп жергілікті халықтың қамы үшін іске кіріседі. Вы конак, это бас. Конак бас получается? Нет. Ты? Ай, мұнауың бір апта оқиын деді ғой, Уақыт өте Азамат бастаған істі аяқтау немесе бәрін тастап қалаға кету деген қиын таңдауға тап болмақ. А у вас что, вода привозная? Да, у нас же водопровода нет. А куда уходят деньги в этом ауле, а? Водопровода нет, газа нет, дороги все разбитые. Фильмнің түсірілім жұмыстары биылғы жылдың көктемінде Алматы мен Алматы облысындағы Сат ауылында жүрді. Нұртас Адамбаймен бірге фильмде Гүлназ Жоланова, Жанбай Жанбаев, Гүлнар Досматова, Қайрат Әділгерей секілді актерлар өнер көрсеткен. Бұған дейін фильм режиссері өзінің Instagram парақшасында картинаның ресми прокатқа шығатын күнін, яғни ағымдағы жылдың қараша айының 7-ші жұлдызында деп көрермен қауымға жария етті. Жомарт Базарович, вы где так подмазываться хорошо научились? Жизнь научила, Азика, жизнь научила.
Человек-паук вдали от дома фильмі өзінің еншісіне ерекше жетістіктің бірін жасты. Ол Sony Pictures студиясының кассалық ең табысты туынды сатанды. Marvel комикстерінің экранизациясы әлемдік прокаттан 1 миллиард 109 миллион доллар пайда тапқан. Sony студиясының бұрынғы табысты туындылары тізімінде Джеймс Бонд жайлы 1,108 миллиард доллар тапқан Skyfall фильмі тұрған еді. Аталмыш лентаның Қытай елінде де аса табысты болғандығын айта кеткен жөн. Фильм шетелдік туындылар ішінде кассалық кірісі бойынша 2-ші орынға қол жеткізген. Тек бас жүлде кек алушылар 4 финал блокбастердің еншісінде. Сиквел Қазақстанда 570 миллион теңге жинаған еді. Sony Pictures студиясы мен оның Marvel секілді әріптестері келешекте бәсекелестік додасын қыздыра түспек. Venom секілді фильмнің экранизациясы бұл алпауыт студиялар құрған жоспардың басы ғана. Киностудиялар күні ертең өздерінің ортақ құқығы бар өрмекші адам кейіпкері үшін таласын күшейтетіні белгілі. Сами же понимаете, что мы имеем дела с особыми людьми. Кстати, мы нашли друга для твоего братишки. Вечно по цепи ходит. Елордалық режиссер Нияз Әбдіғапар өзінің «Дети солнца» деп аталған жаңа жобасының трейлерін ұсынды. Сюжет желісі аутизм, даун синдромы, церебралды сал ауруы сынды диагноздармен кездескен кейіпкерлер жайында баяндайды. Көрсетілетін 4 оқиға да шынайы өмірден алынған. Лентаның тұсаукесері қыркүйек айында өтеді деп жоспарланып отыр. Прокаттан түсетін қаржылай табыстың тең жартысы қайырымдылыққа беріледі. 14 мен 20 қыркүйек күндері аралығында қала күнін мерекелеу қарсаңында Алматыда 2-ші Алматы фильм фестиваль халықаралық кино фестивалі өтеді. Бұл әлем кино қауымдастығына Қазақстандағы кино өндірістің жаңа мүмкіндіктері мен оның жетістіктерін көрсетуге арналған халықаралық деңгейдегі шара. Биылғы жылы фестиваль мәдени үндестік тақырыбы аясында өтеді. Кинофестивальдің әділ қазылары құрамында қазақстандық белгілі актриса Самал Еслямова, Ресейдің белгілі кинорежиссері Наталья Иванова мен шетелдік беделді кинематографистер болмақ. Алматы фильм фестиваль аясында алғаш рет Made in Алматы байқауы өтеді. Бәйге қорытындысы бойынша жеңімпаз өз жобасын қаржыландыруға арналған грантты ұтып алмақ. 2019 жылы Алматы фильм фестиваль кино бәйгесінің ішінде Алатау Film Awards ұлттық марапаты бекітілді. Бұл елге танылған отандық коммерциялық фильмдердің ең үздіктерін марапаттайтын арнайы жоба. Что это? Птицы? Осы аптаның басты экшн премьерасы 2013 жылы шыққан «Падение Олимпа» фильмінің «Падение ангела» атауымен жарық көрген триквелі болмақ. Боевиктегі ат шабыс пен төбелес сахналарының қойшысы міндетін «Стука» және «Выстрел в пустоту» фильмдердің режиссері бұрынғы каскадер Рик Роман Во атқарған. Сюжет желісі тағы да ақштың құпия қызметінің агенті Майк Беннинг жайында. Бұл рөлде франшизаның продюсер ретінде де қызмет еткен Джерард Батлер сомдап шықты. Это дроны, дроны! Сюжетке сай ақш президентіне шабуыл жасалады. Басты күдікті кезінде Ақ үй басшысын қызғыштай қорыған жеке оққағары және құпия ұйымның қызметшісі Майк Беннинг. Федералды тергеу бюросынан бой тасалауға мәжбүр болған ол, өзін орға жыққан қылмыскерлерді тауып, елін қауіптен құтқаруы тиіс. Бұл франшизаның басты құпиясы астарлы диалогтарында емес, көз тартар трюктерінде болғандықтан, хикаяның жаңа бөлімінде зор жарылыстарға, атыс шабыстар мен түрлі шытырманға толы болмақ. Аталмыш боевиктің жобасы қолға 2016 жылы алынған еді. «Падение ангела» фильмінің түсірілім жұмыстары Американың Вирджиния штатына қарасты Уотер Лейк елді мекенінде өткен. Сюжеті сұрапыл «Падение ангела» боевигі осы аптадан бастап үлкен экрандарда. Тебе не сбежать от нас. Ты не волнуйся. Я сам вас найду. Сейчас ты все поймешь. Добро пожаловать в Институт совершенства. И помни,
Помните, только самые красивые куклы попадут в большой мир к людям. Вы инженер и фотомодель. Кішкентай көрермендер осы аптадан бастап кинотеатрлардан Ugly Dolls куклы с характером анимациялық фильмін көре алады. Аталған жобаға жұмсақ ойыншықтар сериясы негіз болған. Лентаның режиссері Келли Эсбери, Шрек 2 және Смурфики картиналарының қоюшысы ретінде белгілі. Вы не модель. Сбой системы. Сюжет бойынша қуыршақтар өз ауылында өмір сүреді. Олардың басты уайымы өз бітім болмаса. Олар үшін келбетсіз деген сөз ерекше деген сөзбен тең. Бірақ күллі қуыршақтардың өмірі барлығы есептелген, әрі артық іске орын жоқ мінсіз әлемге тап болғанда күрт өзгереді. Ugly Dolls мультфильмі қытайлық инвестицияларға таспаланған. Постпродакшнның біраз бөлігі Қытайда жүзеге асты. Сондықтан анимациялық туынды сапалы кино дәрежесіне жетпеуі ықтимал. Дегенмен авторлары Қытайда табысқа кенелеміз дегенге сенімді. Өзгелерге ұқсамаудан қорықпаудың не екендігін қызықты сюжетімен сипаттайтын Ugly Dolls куклы с характері мультфильмі осы аптадан бастап барлық кинотеатрларда. Как тебя зовут? Wedgehead. Люблю странные имена, правда, абракадабра? Нет никакой эпидемии. Это лишь прикрытие для властей, чтобы забирать людей, обладающих особым даром. И этот дар пробудился в тебе. Сондай-ақ осы аптада үлкен экрандарға Abigail Steampunk Fantasy шығады. Фильм режиссері Александр Богуславский киносүйер қауымға белгілі актер Антонио Бандерастың қатысуымен таспалаған «За гранью реальности» шытырман оқиғалы фантастикасымен танылған еді. Киногер бұл жолы жаңа жобасына басты кейіпкердің әкесінің рөліне британиялық актер Эдди Марсанды арнайы шақырыпты. Смотри-ка, в этой сфере все мои мысли о тебе. Никогда не снимай ее. Идет? Жүйеге қарсы шыққан батыл қыздың рөлін грузиялық актриса Тинатин Далакишвили сомдайды. Фильмнің сюжеті белгісіз аурудан қорғану үшін бар әлемнен оқшауланған қалада жүзеге асады. Жұмбақ дертті жұқтырған жанды дереу өзгелерден аластап, оның таралуына жол берілмейді. Алайда 6 жасында әкесінен осылай көз жазып қалған Abigail мұның бәрі тегін емес деп санайды. Әкесін іздеуге шыққан ару ақиқатында қаланың сиқырға толы мекен екендігін ұғынады. Қыздың бойындағы белгісіз тылсым күштерде уақыты келгенде оянады. Фильмнің түсірілім жұмыстары Ресей мен Эстонияда жүрді. Ресейдегі прокатпен қатар лента Еуропа, Азия мен Латын Америкасы елдерінің айналымына шығады. Жастар аудиториясына негізделген сиқыршы бойжеткен Abigail жайлы туынды осы аптадан бастап барлық кинотеатрларда. Paramount студиясымен «У холмов есть глаза» үрейлі оқиғалы картинасынан маңсабын бастаған франциялық хоррор шебер Александр Ажа Флоридада болған алапат дауылдың салдары қаншалықты қатерлі болуы мүмкін екен туралы қорқынышты сарындағы жаңа камералық фильм ұсынбақ. Здесь у нас 2 аллигатора! Понял, сэр! Секунду, сейчас! Прием, Пит. Пит, слышишь меня? Пит, ты меня слышишь? Фильм классикалық Б категориясына тән құбыжықтар жайлы жанрда таспаланған. Картинаның басты кейіпкерлері алапат дауылдан кейін әрең аман қалады. Жер әлемді дүрбелең жайлап, адамдар бас сауғалап жүр. Тек Хейли есімді қыз жоғалып кеткен әкесін іздеп табу үшін туған үйіне келеді. Ол енді топан сумен ере келген жауыз аллигаторлардың құрсауында қалады. Трейлердің өзінен режиссердің жан түршіктіретіндей туынды таспалағанын аңғаруға болады. Тұла бойын қан басқан жалаң аяқ қыз судағы жыртқыштардан құтылу үшін жан сауғалап күресуге мәжбүр. Фильмдегі аллигаторлар әрине шынайы емес. Бұл компьютерлік графикадан қолтырауының азу түсті басы мен құйрығын қозғалтатын модель аниматоршылар және оның балаларынан құралған. Америкалық Капкан фильмі қазірдің өзінде кинотеатрларда жақсы кассалық табыс жинауда. Бюджеті $13,5 миллион құрайтын картина әлемдік айналымнан $98 миллион табыс тауып үлгерген. Нәзік қыз бен жауыз аллигаторлар арпалысын суреттейтін Капкан триллері осы аптадан бастап үлкен экрандарда.
Қазақстандық айналымға 30-ші кинотавр және Карловы Вары халықаралық кино фестивальдердің бас жүлде иегері ресейлік «Бык» фильмі шығады. 90-шы жылдардағы криминалды оқиғаларға негізделген драма жалпы ресейлік мемлекеттік кинематография институтының түлегі Борис Акоповтың режиссерлік дебюті болып отыр. Глаза-то разуй. Не видишь, что вокруг творится? Люди убивают на улицах просто. За что? Борис Акоповтың «Бык» картинасы бұрынғыдан сыр шертсе де бүгінгі күннің шындығын дөп баса алуымен ерекше дейді киногерлер. Өз ауданына әмірі жүрген жүректі жігіттер жайлы фильмнің негізгі кейіпкері «Бык» лақабатымен танылған Антон Быков дейтін азамат. Өзін түрмеден құтқарған жергілікті Моисей есімді қылмыстық авторитетке ол қарызын қайтару тиіс. Бұл істің арты жақсылыққа апармайды. Кейбір киносыншылар фильмді қарақшылар дәуірін романтикаға ұластырды деп айыптап отыр. Режиссер болса, фильм қандығол қылмыскерлерді насихаттау емес, керісінше жаман жолдан бас тартуды нұсқайтын туынды дейді. «Бык» фильмі өзіне тән ерекше саундтрегі бар, шебер актерлік ойыннан тұратын туынды деуге негіз бар. Картина бұрыш жолдың қайда апаратынын ащы ақиқат етіп көрсете алған. «Бык» криминалды драмасы осы аптадан бастап біздің прокатта. Қазақстанның кино индустриясы қарқынды дамып келеді. Оған дәлел соңғы уақытта көптеп тұсауы кесіліп жатқан тың туындылар. Статистикаға сүйенсек, қазақстандықтардың ең сүйікті жанры ол халықтық комедия. Бірақ біздің көрерменді таңғалдыру үшін кинематографистер жаңа оқиғаларға үнемі бірегей сеттинг іздеуге мәжбүр. Қазақстандық толық метрлі кино өнімдердің ешқайсы бүгінге дейін балық алу тақырыбында таспаланбаған екен. Ал Парыбачимде уақытша атау алған жаңа комедияның түсірілім жұмыстары Шілік өзенінің жағасында жалғасып жатыр. Алматыда басталған жаңа жоба ең көп таралған демалыс түрлерінің бірі балық аулауды тереңірек меңгеруге арналған. Алматы қаласында Парыбачим атты толық метрлі кино жобаның түсірілім жұмыстары қызу өтіп жатыр. Идея авторы, продюсері, әрі сценаристі ретінде қазақстандық көрермендерге «Он и она», «Тарас», «Кенже» фильмдері арқылы танылған актер Жандос Айбасов. Өз фильмін таспалау жайлы ой Жандосқа осыдан бірнеше жыл бұрын келген екен. Тек биыл ғана толыққанды команда жасақтаған актер толық түсірілім жұмысына кірісуге мүмкіндік алды. Кинолентаның режиссері Ернар Нұрғалиев. Эта идея пришла как? Во время просто какой-то встречи, во время разговора, мы с Ернаром обсуждали фильмы. Бұл идея Ернармен кездесу барысында ойға келді. Фильмдерді талқылап отырып, біз қара әзілге құрылған достық жайлы комедия таспалау жөн деп шештік. Жақсы достар балық аулауға аттанып, кездейсоқ кісі өлімінің куәсі атанады. Трое друзей спонтанно собираются на рыбалку и становятся свидетелями случайного, почти случайного убийства. Зачем я специально? Потому что ты ненавидишь. Я ее не Ненавидишь. Она мне нравится? Не нравится. Очень мне нравится. Нет. Я люблю ее. Ты не любишь ты ее. Люблю я ее. Сюжет желісі бойынша жас жұбайлар арасында дау туады. Олар өздерінің тұңғышын күтіп жүрген. Күн санап жағдай шиырға түспек. Басты кейіпкер Дастан әйеленің қысымынан шаршаған соң достарымен бір күн болсын оңаша уақыт өткізу үшін жолға шығады. Оның жолдастары табысты кәсіпкер мен қарапайым полиция қызметкері. Бір психологтың кеңесімен жігіттер балық аулауға аттанады. Басы жақсақ басталған бұл саяхаттың ортасында кейіпкерлер кісі өлімінің куәгері атанады. Бұл фильм Әсел Қалиева мен Данияр Алшыновтың жанкүйерлерін шынымен қуантпақ. Үлкен экранда сонымен қатар көрермен қауым Еркебұлан Дайыров пен Дулыға Ақмолданың және белгілі вайнерлердің де өнерін тамашалай алады. Если честно, на эту роль меня утвердили довольно поздно, потому что изначально планировали, по-моему, даже другого актера, но... Шындығында бұл рөлге мен кеш бекітілдім. Өйткені бастапқыда басқа актер ұсынылған екен. Тек түсірілім таяғанда маған шақырту келді. Менің образымды қиын деп айта алмаймын. Бұл аяғы ауыр әйелінің ықпалынан шыға алмай жүрген жігіт. Бірақ мен әлі үйленбегенмін, және достарым көп. Каблучника, который жена вот родит, я понимаю, потому что я сам никогда не был женат. И у меня много друзей. Аяқ ауыр әйелдің рөлін сомдайтын Әсел Қалиева. Оның сөзінше кейіпкері қарапайым қазақ әйелдеріне жақын. Сондықтан рөлді алып шығу актрисаға еш қиындық тудырмаған. Арудың бұл Данияр Алшыновпен бірлескен алғашқы жобасы екен. Дайындық жасауға уақытты қыз болса да, актерлар кадр ішінде нағыз отбасылық атмосфера қалыптастыра алған. Это истеричка. Это очень, скажем так, эмоционально неуравновешенная женщина, которой все не нравится.
Я не хочу сказать, что это взято из жизни. Ол қыз балыққа тез салынатын өте эмоционалды бекеш. Бұл нағыз өмірден алынған оқиға деп айта алмас едім, өйткені мұндай жағдай басымыздан өткен емес. Дегенмен құрсағында сәбиі бар сәтте әйелдің басынан не өткізетінін сезінуге тырыстым. Оның бойындағы мінез құлқын, эмоциясын жеткізе алдым деп білем. Данияр екеуміз тек 2-3 дайындық жасап үлгердік. Жұмыс істеудің үлгісін анықтаған соң барлығы жеңіл бола бастады. Ең бастысы режиссер тапсырманы нақты қоя біледі. С Данияром Алшиновым. И мы, в принципе, друг друга поняли, на какой волне каждый из нас должен работать. Мне с ним достаточно легко. Надеюсь, что ему со мной. И самое главное, что режиссер четко ставит задачу. Пары бачым картинасы Ерлан Нұрғалиевтің бірінші режиссерлік туындысы болмақ. Жас киногер сонымен қатар сценарист әрі продюсер ретінде де тер төгу үстінде. Актерлардың сөзінше, Ерланның қара әзілдің желісіне өрілген комедияны таспалауға қатысты өзіндік нақты көзқарасы бар. Бұл жанрдағы картина әзірге елімізде таспаланған емес. Сондықтан фильм авторларының мойнында жауапты жүк тұр. Я надеюсь, что он снимет так, как мы это изначально. Екеуміз алғаш рет кездесу барысында ақылдасқан нұсқадан айнымай таспалап жатыр деп сенем. Басында мұндай фильмді таспалау қызықты әрі ерекше болса да мүмкін емес те көрді. Голливудтық туындыларға үйренген көрермен қабылдай ала ма деген күмән де бар. Дегенмен Ернардың жеке шеберлігі мен режиссерлік көзқарасы фильмді жұрт үшін қызықты туынды ете алады деп сенеміз. Реально интересно, и будет пласт зрителей, которым это понравится. Бұл картинаға арналған даярлық жұмыстарына тек бір ай берілген екен. Команда 3 күннің ішінде Алматы қаласында түсірілім жұмыстарын толық аяқтаған. Қалған сахналардың барлығы Алматы қаласынан 100 шақырым жердегі Шелек өзенінің жағасында таспалануда. Режиссердің сөзінше ең қиын әрі қызықты сахналар осында түсіріледі. Комедия атыс шабыс, жарылыс, төбеле секілді экшн сахналардан да кенде емес. Барлығын тамыздың соңына дейін таспалап бітіру қажет. Картинаны бюджеті ауқымды туынды деуге келмейді. Дегенмен бұл жобаға $200 000 жуық ақша құйылған екен. Мы надеялись на определенный бюджет, но во время подготовительного периода Біз белгілі мөлшердегі бюджетке тоқтауға үміттендік. Дегенмен уақыт өте фильмнің шығыны артып жатыр. Сондықтан барлық кеткен ақшаның мөлшерін тек түсірілім жұмыстары толық аяқталған сәтте айта аламын. Я не знаю, я не могу сказать точный бюджет, потому что мы съемки только вот начали. Скорее всего, мы определимся с бюджетом, когда уже закончим фильм. Пары бачым туындысы еліміздегі өткір әзілді алғашқы комедия. Кейіпкерлердің образын жасау барысында команданың бар өнерін салып, аянбай тер төккендігі көрініп тұр. Бұл голливудтық кейіпкерлерді көріп үйреніп қалған қазақстандық аудиториясы үшін өзгеше әрі таңсық образдар болмақ. Комедиялық туындыда көптеген арнайы эффектлер де бар. Ең алдымен көрермен қауым астарлы әзілге қарық болмақ. Я с удовольствием посмотрю этот фильм. Он будет как минимум динамичный. Мен бұл фильмді міндетті түрде тамашалаймын. Картина заманауи, тартымды әрі көруге тұратын комедия. Диалогтарға қорылған комедияларға қарағанда біздің фильмде іс-әрекет көбірек. Бұл фильмді бірден қабылдамайтын адамдардың тобы болатыны да түсінікті. Дегенмен картина өзінің жанкүйерлерін табалады деп сенемін. В принципе, они не воспримут, конечно, но я думаю, фильм как минимум найдет своего зрителя. Очень важно. Авторлардың айтуынша картина әртүрлі жастағы көрермендерге арналмаған. Комедия қара әзілге өрілгендіктен кинозалға тек 18 жасқа толған көрермендер кіре алады. Кейіпкерлердің тағдыры не болмақ және олар қиын жағдайдан шығатын жол таба ма? Дастан өзінің тұңғышын аман есен көре алар ма екен? Жауапты тек келер жылы білетін боламыз. Картина 2020 жылдың көктемінде ұсынылады деп жоспарланған. Сіздермен болған киноиндустрия саласындағы өзекті жаңалықтардың жаршысы кинобизнес бағдарламасы. Ендігі эфирде біз «Игра Ганнибала» триллері мен DeLorean автокөлігінің пайда болу тарихы туралы баяндайтын «Тачка на миллион» драмасы жайында әңгімелейтін боламыз. Бүгінге осы, келесі аптада кездескенше.